сіздермен осы уақытқа дейін Каспий арқылы қалай ИП ашу керек және Каспий Pay'ді қалай қолдану керек, қалай жүктеу керек және тауарды қалай жіберу керек, кабинетін қалай ретке келтіру керек, осының барлығымен танысқан болатынбыз. Ал енді бүгін біз сіздермен Каспий маркетинг және Каспий доставканы қалай жіберу керек екендігін туралы кішкене мәліметтермен бөлісетін боламыз. Ең алдымен мен сіздерге қазір осы жерде настройки деген бөлімде мынау ИП-іңіздің атын копировать етіп, осы Каспий магазиннің төменгі жағында пишите нам онлайн деп тұр. Осыны басып, өзіңіздің ID номеріңізді көшіріп, мұнда қоясыз. Сосын барып, ИП-іңіздің атын көшіріп, осында жазасыз. Және осыларды жазып, өзіңіздің қандай сұрақтарыңыз бар, сол сұрақтарыңызды жіберсеңіз, мынау жерде онлайн консультант сізге кез келген уақытта жауап беретін болады. Яғни өзіңізде туындаған сұрақтардың барлығын онлайн консультант арқылы шешіп отыратын боласыз. Осы бүгін біз сіздермен, болмаса мына жерде мне нужна помощь дегенді бассаңыз, сізге оның айдарларын көрсетеді. Бойынша сіз түсінбей жатырсыз. Мысал үшін, осы жерде сіздерге сұрақтарыңыз бойынша жауап беретін болады. Другой вопрос, егер өзіңізде другой вопрос болатын болса, осы жерде басып, қандай сұрақтарыңыз бойынша жауап таба алмай отырсыз, сол туралы жазсаңыздар болады. Енді біз сіздермен қазір, мен осы жерде Каспий маркетинг дегенді таныстырғым келіп отыр. Бұл Каспий маркетинг, білесіздер, таргет жарнама беру арқылы өзіңіздің сатылып отқан тауарыңызды алдыңғы қатарға шығаруға болады. Және бұл жерде түрлі нелерді қарастырсаңыз болады, акцияларды қарастырсаңыз болады. Негізінде бұл акцияларға Каспий өзі автоматты түрде қосады. Кей жағдайларда бұны өзіңіз қолмен қоссаңыз да болады. Осы жерде берілген бірінші мынау Каспий маркетинг, жаңағы біз продавец кабинетінен Каспий маркетинг дегенді бассақ, мен сіздерге басқаттан көрсете қояйын. Осы жерде міне Каспий маркетинг дегенді басамыз. Осыны басқан екен бізде осындай бет ашылады, және төменгі жағында осы берілген материалдардың барлығымен танысуыңызға болады. Және мына жерде сұрақтар айдарымен қандай сұрақтар бар, және оның комиссиясы қанша, олардың барлығымен танысып алуыңызға болады. Жоғары жағында акциялар бар. Оған осылардың барлығын көру үшін календар акция магазин дегенге кіреміз. Осы жерге өзіңіздің логин пароліңізді жазасыз. Міне осы жерге кіріп акциялармен таныссаңыз болады. Мой акция, менде действующий акция жоқ, бірақ оларға қатыссаңыз болады. Осы жерде міне қай айларда, күндерде акцияларға қатысу күндері көрсетілген. Категорияны осы жерден таңдап алып қоссаңыз болады. Мысал үшін детский товары дегенді, мысал үшін мынау рассрочка, яғни 12 айға бөліп төлеуге қарастырған детский товары дегенге кіріп, осының акцияның действующий уақыттарын көруіңізге болады. Және қалай қатысуға болады осы акцияларға. Міне осылардың барлығын танысып, және бұл ақылы түрде жүреді, оны қосымша өзіңіздің қалтаңыздан төлейтін боласыз. Негізінде Каспий магазинде осындай акцияға қатыспай-ақ тауарлар өтімділігі жоғары. Өйткені оның 11 миллион тұтынушысы бар. Сіз осы акцияларға қатыспасаңыз да, сіздің тауарыңыз жақсы өтімділікте болады. Егер сіз тауарды дұрыс салып, жаңағыдай өзіңіздің конкуренттеріңізді есептеп, барлығын біліп отыратын болсаңыздар, 9-дан 11-ге дейін түсетін болса, яғни 11-ге дейін товар түсетін болса, қабылдаған болсаңыз, оны сіз сол күні жеткізесіз. Егер 11-ден кейін түсетін болса, сіз оны келесі күннің сағат 11-ге дейін Каспий жеткізу пунктіне жеткізіп беруіңіз керек. Егер сізге осы видео ұнаған болса, өз пайдасын тигізген болса, міндетті түрде лайк басып каналымызға тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта пайдалы видеолар көптеп болады.
және де осы каналымыздың сілтемесін дөңгелектің үстінен бассаңыз, тіркелу деген батырманы бассаңыз, және Каспийде қалай доставканы упаковка жасау керек екенін мен сілтемесін осы видеоның соңына қойдым. Қарасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.